Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы өз жұмысын Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заңын, Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын басшылыққа ала отырып жүргізіп келеді. Басқарма тарихы 2005 жылдан басталады. 2025 жыл басқарма үшін мерейлі жыл болайын деп отыр. Мекеменің құрылғанына 20 жыл толады. Жалпы мекемеде 2 бөлім, 8 қызметкер жұмыс жасайды. Тұжырымдаманың басты индикаторларының бірі мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындардың үлесін арттыру болып табылады. Алматы облысы бойынша 2024 жылы мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындардың үлесі 91,2%-ке жетіп отыр. Бұған әрине оқыту орталықтарындағы мемлекеттік тілді оқыту курстарын сапалы ұйымдастырып, тұрғындардың мемлекеттік тілді үйренуіне қолжетімділігі де әсер тигізуде. Басқармаға қарасты тіл оқу әдістемелік орталығы және оның 10 аудандық, 1 ауылдық филиалы жұмыс істейді. 56 қызметкер жұмыс жасап келеді. Облыс әкімдігінің қолдауымен 2023 жылы Еңбекшіқазақ ауданы Шелек ауылдық округінде 1 оқыту орталығының филиалы ашылып, жалпы саны 11-ге жетті. Алдағы уақытта Алатау қаласынан 1 оқыту орталығын ашу жоспарланып отыр. 2024 жылдың 1-ші жарты жылдығында мемлекеттік тілді оқыту курсында 1313 тіл үйренуші дәріс алды. 2024 жылдың 2-ші жарты жылдығына мемлекеттік тілді оқыту курсына 1287, ағылшын тілін курсына 278, орыс тілі курсына 52 тіл үйренуші қабылданды. Көрнекті ақпараттармен жұмыс жасау басқарма жұмысының басты бағыттарының бірі. Көрнек ақпараттар мен жарнамалардың сауаттылығын ретке келтіру мақсатында тілдік ахуал, көрнек ақпарат, жарнама тілі атты дөңгелек үстел өткізілуде. Бұл шараға прокуратура органдарының қызметкерлері, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білім институтының ғылыми қызметкерлері, Қонаев қаласының кәсіпкерлері, Алматы облысы Атамекен кәсіпкерлік палатасының жетекші сарапшылары қатысып, тіл туралы заң нормаларының сақталуына қатысты түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, өзара ой пікірлермен бөлісті. Ағымдағы жылда Алматы Қонаев тас жолының бойында орналасқан билбордтарға кәсіпкерлік нысаналарда зерттеулер жұмыстары жүргізілді. Қонаев қаласы бойынша тіл туралы заң нормаларын бұзған 24 кәсіпкерлік нысан анықталып, әкімшілік шара қолданылды. Тілдің қолдану аясын кеңейту және оның мәртебесін арттыру мақсатында 2024 жылғы 9 айында облыс көлемінде басқарманың ұйымдастыруымен 15 тіл оқу әдістемелік орталығы тарапынан 195 шара өткіздік. Жалпы саны 3000-нан астам адам қамтылды. Осы шаралардың ішінде ауқымды шараларға тоқталып өтсем. Олар жалпы орта білім беретін мектептердің қазақ тілі пәнінің жүргізілу деңгейін арттыру, мемлекеттік тіл үйренуге қажетті платформалар облыстық семинарлары, мемлекеттік тіл және бұқаралық ақпарат құралы облыстық байқауы, тіл достық кепілі атты облыстық байқау, қазақтың көрнекті жазушылары Бердібек Соқпақбаев пен Әбдіжәміл Нұрпейісовтің туғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылған және қазақтың тарихындағы елеулі тұлға Өтеген Батырдың 325 жылдығына арнайы өткізілген шаралар. Бұл шаралар жастардың отанға деген сүйіспеншілігін арттыру, шығармашыл жастардың ынталандыру мақсатында шығарма жазудан облыстық байқаулар, сондай-ақ Қазақстан халқы күндері тілі мерекесіне орай 4 қыркүйек күні тіл татулық тірегі атты облыстық тіл фестивалін жоғарғы дәрежеде өткіздік. Шараға зиялы қауым өкілдері, соның ішінде Халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті Рауан Кенжеханұлы бастаған, кеше ғана президентіміздің қолынан жоғарғы награда алған ақын Исраил Сапарбай, күйші композитор Секен Тұрысбеков, тіл жанашырлары Асылы Осман, Зейнеп Ахметова, Түрксой жазушылар одағының төрағасы Ұлықбек Естаулет, саясаткер Дос Көшім және тағы да басқа зиялы қауым өкілдерінің қатысуы тіл фестивалінің мәртебесін асқақтата түсті. Тіл фестивалінде биыл алғаш рет 3 номинация белгіленіп, жеңімпаздар марапатталды. Бұл номинациялар тіл жанашыр 2024, тілге жанашыр кәсіпкер 2024 және үздік тіл оқыту орталығы 2024. Болашақта да осындай номинациялардың саны көбейетін болады. Ағымдағы жылы қазан айында
халықаралық қазақ тіл қоғамының мен бірлесе отырып қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің аймақтық тіл форумы өтті. Форумға Алматы облысы мектептерінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері, тіл оқыту орталықтарының меңгерушілері, оқытушылары мен әдіскерлері, бұқаралық ақпарат құралдар өкілдері, жалпы саны 300-ге жуық адам қатысты. Форумда халықаралық қазақ тілі қоғамының ғылым және білім мәселелері жөніндегі вице-президенті Шерубай Құрманбайұлы, тіл білім зерттеуші ғалымдар, ұлттық құндылықтар академиясының мүшелері баяндама жасап, форум шеберлік сағаттарымен жалғасты. Басқарма жұмысының бір тармағы ономастика саласы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2024 жылғы 9 қаңтардағы жарлығымен Жетіген ауылы облыстық маңызы бар қала санатына жатқызылып, Алатау қаласы болып өзгертілді. Алматы облысының кейбір әкімшілік аумақтық бірліктерін қайта атау кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ескеріп, Іле, Кеген, Талғар аудандарындағы бір қатар әкімшілік аумақтық бірліктердің 12-сі атауы өзгертілді. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында республикалық тарихи тұлға тізіміне Алматы облысынан 15 тарихи тұлға енгізілді. Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдық мерейтойын атап өту бойынша Кеген, Райымбек аудандарындағы саябақтарға, Қонаев қаласындағы көшеге, Қарасай ауданы Қаскелең қаласындағы мектеп гимназияға және Іле ауданы Қайнар ауылындағы нөмір 53-ші орта мектепке Бердібек Соқпақбаевтың есімін беру туралы шешім қабылданды. Қарасай ауданы Сүлеймен Демирел университетінде ономастика саласы бойынша ізденіс пен тәжірибе атты облыстық семинар өткізілді. Іс-шараға 250-ге жуық адам қатысты. Оның ішінде Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі басшылығы, аудан әкімдерінің орынбасарлары, аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімдерінің басшылары, ауыл әкімдері ономастика саласына қатысты өздерінің мазалаған сұрақтарға нақты жауаптар алып, тәжірибе алмасты. Сағадат Нұрмағамбетовтің 100 жылдық мерейтойына орай Қонаев қаласында Фрунзе көшесіне есімі берілді. Еңбеш Қазақ ауданының Шелек ауылында жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешеніне Жақсылық Үшкемпіровтің есімі берілді. Кеген ауданы Кеген ауылындағы өнер мектебіне Заманбек Нұрқаділовтің есімі берілді. Аталған жұмыстардың барлығы да туған тіліміздің мәртебесін асқақтатып, мерейін өсіреді деп толық айта аламыз. Алматы облысының тілдерді дамыту басқармасы болашақта туған тіліміздің абыройын өсіретін жұмыстарын жоспарлы түрде жалғастыратын болады.